Ассалаумағалейкум достар. Жер бетінде өрмекшілердің көптеген түрі бар. Олардың барлығы дерлік улы, бірақ адам үшін тек кейбіреу ғана қауіпті. Осы видеода біз ең қауіпті өрмекшілердің қалай көрінетінін, қай жерде мекендейтінін және олардың бірі шағып алса не болатынын айтып береміз. Қоңыр дуана өрмекші. Қоңыр дуана өрмекші ұзындығы 6-20 мм болатын кішкентай өрмекші. Оның басты ерекшелігі арқасындағы скрипка пішіндегі қою қоңыр таңбасы. Сол себепті оны скрипкашы өрмекші деп те атайды. Бұл қарапайым көрінетін өрмекші тізімдегі ең қауіпсіздердің бірі, бірақ оның шағуы ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Қоңыр дуана өрмекшінің шағуынан өлім сирек кездеседі. Көбіне жергілікті реакциялар пайда болады. Терінің некроздық зақымдануы өте ауыр болып, ұзақ емдеуді қажет етуі мүмкін. Мекендейтін жері ақш-тың орталық және оңтүстік штаттары. Өрмекші тышқан. Өрмекші тышқандар ұзындығы 3 см-ге дейін жететін ірі өрмекшілер. Мекендейтін жері Австралия. Әдетте аталықтарының түсі аналықтарына қарағанда ашық әрі жарқын болады. Өрмекші тышқандар жер астындағы індерде өмір сүреді және көбіне түнде белсенді болады. Ерекше атауына қарамастан, өрмекші тышқан Австралияда кездесетін өте қауіпті өрмекші тәрізді. Оның шағуынан адам өлімі сирек тіркелгенімен, олардың уы адам үшін өте қауіпті болып саналады. Ауыр жағдайларда арнайы оға қарсы дәрі егу қажет болады, бірақ мұндай жағдайлар сирек кездеседі. Австралияда өрмекші тышқан шаққан 40 жағдайдың тек біреуі ғана өте ауыр болған. Чилилік дуана өрмекші. Чилилік дуана өрмекші де америкалық туысына қатты ұқсайды, бірақ сәл ірілеу, әрі түсі қоюлау болады. Ол шкаф, жертөле және шатыр секілді қараңғы, әрі тыныш жерлерді ұнатады. Олардың уы ұқсас болғанымен, чилилік өрмекшінің уы әлдеқайда күшті әсер етеді. Сонымен қатар, ол ұзақ уақыт тамақсыз және сусыз өмір сүре алатындығымен танымал. Бұл оны одан да қауіпті етеді, себебі ол үй ішінде ұзақ уақыт бойы тіршілік ете алады. Чилилік дуана өрмекшінің шағуы терінің некроздық зақымдануымен ағзаның ауыр реакцияларына әкелуі мүмкін. Сирек жағдайларда өлімге де себеп болады. Аты айтып тұрғандай, ол оңтүстік Американы мекен етеді. Қытайлық алтын алы өрмекші. Қытайлық құс жегіш өрмекші немесе қытайлық жер жолбарысы үлкен көлемді және күшті уымен танымал ірі тарантул. Олардың денесі жуан, ал аяқтары қалың әрі жан-жаққа кең жайылған болады. Кейбір түрлерінің ұзындығы 30 см-ге дейін жетуі мүмкін. Қытайлық алтын алы өрмекшілер терең індерде өмір сүріп, қауіп төнгенде өте жылдам шабуыл жасайды. Олардың уы жүйке жүйесіне әсер етіп, қатты ауырсынумен бұлшықет түйілуін тудырады. Бұл өрмекшінің шағуы өлімге әкелмейді, бірақ созылмалы ауру салдарына себеп болуы мүмкін. Сирек жағдайда тыныс алу қиындығында туғызады. Мекендейтін жері Қытайдың оңтүстігі және Вьетнам. Шұңқырлы өрмекші. Шұңқырлы өрмекшілер өз атауын тоқитын торының ерекше пішінінен алған. Бұл шұңқырлы тор оның ішкі жасырын панасын алып барады және олжасын ұстауға ыңғай береді. Шұңқырлы өрмекшілердің дене ұзындығы 5 см-ге дейін, ал аяқтарының ұзындығы 8 см-ге дейін жетеді. Түсі көбіне қою қоңыр немесе қара болады. Аталықтары әдетте аналықтарына қарағанда сымбаттырақ және аяқтары ұзындау келеді. Олардың уы атракотоксинге ие. Ол қатты ауырсыну, бұлшықет түйілуі, тыныс алудың қиындауы және өкпе ісінуін туғызады. Шаққаннан кейін 20 минут ішінде жалпы денеде діріл, бұлшықет тартылуы байқалуы мүмкін. 5 минуттың ішінде жүрек соғысының жиілеуі, қатты қан қысымының көтерілуі және тіпті комаға түсу жағдайларда болуы ықтимал. Кейбір түрлерінің шағуы адам үшін өте қауіпті, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Мекендейтін жері Австралия және Жаңа Зеландия. Алты көзді құм өрмекшісі.
Алты көзді құм өрмекшісі әлемдегі ең қауіпті өрмекшілердің бірі. Ол көбіне Африканың шөлді аймақтарында және оңтүстік Американың кейбір жерлерінде кездеседі. Бұл өрмекші құмның астына көміліп жатып, жемтігін аңдиды. Денесі жалпақ, түсі сарғыш немесе құм түстес болғандықтан қоршаған ортамен жақсы үйлесіп кетеді. Бұл өрмекшінің атауы оның алты көзіне байланысты қойылған. Көптеген өрмекшілерде 8 көз болса, бұл түрінде тек 6 көз бар. Денесінің ұзындығы шамамен 1-2 см, ал аяқтарымен қоса есептегенде 5 см-ге дейін жетеді. Алты көзді құм өрмекшісінің уы өте күшті. Оның уында қан тамырларын зақымдайтын қауіпті токсиндер бар. Шаққан жағдайда қатты ауырсыну, терінің жансыздануы, ішке қан кету байқалуы мүмкін. Кейбір жағдайларда бұл у адам өміріне қауіп төндіреді. Ең қорқыныштысы, бұл өрмекші өте шыдамды. Ол тамақсыз және сусыз бірнеше ай өмір сүре алады. Сонымен қатар шабуыл жасағанда өте жылдам қозғалады. Бақытына қарай адамдарға сирек шабуыл жасайды, өйткені көбіне адамнан қашуға тырысады. Сиднейлік лейкоптауин өрмекшісі. Сиднейлік лейкоптауин өрмекшісі әлемдегі ең қауіпті өрмекшілердің бірі. Ол Австралияның шығыс бөлігінде, әсіресе Сидней маңында кездеседі. Бұл өрмекші агрессивті мінезімен және өте күшті уымен танымал. Денесінің ұзындығы шамамен 1-5 см болады. Түсі көбіне қара немесе қою қоңыр, денесі жылтыр келеді. Оның ірі улы тістері адам терісін оңай тесіп өте алады. Аталықтары аналықтарына қарағанда қауіптілеу, себебі олардың уы әлде қайда күшті. Сиднейлік лейкоптауин өрмекшісі ылғалды әрі қараңғы жерлерде өмір сүреді. Тастардың астында, ағаш қуыстарында немесе жердегіндерде кездеседі. Өзінің шұңқыр тәрізді торында жасырынып, жемтігі жақындаған сәтте тез шабуылдайды. Бұл өрмекшінің уында жүйке жүйесіне әсер ететін күшті токсиндер бар. Шаққан кезде қатты ауырсыну, бұлшық ет құрысуы, тершеңдік, тыныс алудың қиындауы және қан қысымының көтерілуі байқалады. Ауыр жағдайларда адам есінен танып тіпті қайтыс болуы мүмкін. 1981 жылдан бері арнайы антидот қолданғандықтан бұл өрмекшілердің шабуылынан адам өлімі тіркелмеген. Соған қарамастан, ол әлі күнге дейін әлемдегі ең қауіпті өрмекшілердің қатарына жатады. Қызыл арқалы өрмекші. Қызыл арқалы өрмекші Австралияда кең таралған улы өрмекшілердің бірі. Ол қара денесімен арқасындағы айқын қызыл жолағы арқылы оңай танылады. Бұл өрмекші қарақұрт тұқымдасына жатады. Аналық қызыл қара өрмекшілер аталықтарына қарағанда әлде қайда ірі әрі қауіпті болады. Денесінің ұзындығы шамамен 1 см-ге жетеді. Аталықтары өте кішкентай және адамға айтарлықтай қауіп төндірмейді. Олар көбіне құрғақ әрі тыныш жерлерде, сарайларда, гараждарда, тастардың астында және бақтарда өмір сүреді. Өрмегін ретсіз тоқып, сол жерде жемтігін күтеді. Қызыл арқалы өрмекшінің уы жүйке жүйесіне әсер етеді. Шаққан кезде қатты ауырсыну, терлеу, жүрек айну, бұлшық ет ауруы және дененің әлсіздігі байқалады. Кей адамдарда ауыр асқынулар болуы мүмкін. Әсіресе балалар мен қарттар үшін қауіпті. 1950 жылдан бастап арнайы антидот қолданғандықтан бұл өрмекшінің шағуынан болатын өлім жағдайларда сирек кездеседі. Соған қарамастан, қызыл арқалы өрмекші әлі күнге дейін Австралиядағы ең қауіпті өрмекшілердің бірі. Қарақұрт. Қарақұрт әлемдегі ең улы өрмекшілердің бірі. Ол көбіне шөлейт және далалы аймақтарда тіршілік етеді. Қазақстан, Ресей, Украина және Орталық Азия елдерінде жиі кездеседі. Қарақұрттың аналығы өте қауіпті. Денесі қара түсті болып, арқасында қызыл немесе қызғылт дақтары болады. Ұзындығы шамамен 1-2 см-ге жетеді. Аталықтары ұсақ, әрі адамға аса қауіпті емес. Бұл өрмекші құрғақ жерлерде, тастардың астында, індерде және шөп арасында өмір сүреді. Жаз мезгілінде ерекше белсенді болады. Қарақұрт көбіне адамға өзі шабуыл жасамайды, бірақ қауіп сезсе шағуы мүмкін. Қарақұрттың уы жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Шаққан кезде алғашында жеңіл ауырсыну сезіледі, бірақ кейін қатты бұлшық ет ауруы, іштің түйілуі, дененің қалтырауы, терлеу және тыныс алудың қиындауы байқалады. Ауыр жағдайда жүрек жұмысы бұзылып, адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Уақытында медициналық көмек көрсетіліп, арнайы у қайтарғыш дәрі енгізілсе, адамды аман алып қалуға болады. Әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін қарақұрт шағуы өте қауіпті. Бразилиялық кезбе өрмекші.
Бразилиялық кезбе өрмекші осы видеодағы өрмекшілердің ішіндегі әлемдегі ең улысы әрі ең қауіптісі. Ол Бразилия және Оңтүстік Американың тропикалық ормандарында кездеседі. Бұл өрмекші өте агрессивті мінезімен және күшті уымен танымал. Оны кезбе өрмекші деп те атайды, себебі ол көп өрмек тоқымай, түнде белсенді түрде жемтігін іздеп жүреді. Күндіз банан жәшіктерінде, ағаштардың арасында, аяқ киімде немесе қараңғы жерлерде жасырынуы мүмкін. Сол себепті кейде оны банан өрмекшісі деп те атайды. Денесінің ұзындығы шамамен 5 сантиметрге дейін, ал аяқтарының ұзындығы 15 сантиметрге дейін жетеді. Түсі қоңыр немесе сұрғылт келеді. Қауіп төнгенде алдыңғы аяқтарын көтеріп шабуылға дайын тұрады. Бұл өрмекшінің өте күшті нейротоксиндерден тұрады. Шаққан кезде қатты ауырсыну, бұлшық ет құрысуы, жүрек соғысының бұзылуы, тыныс алудың қиындауы және салдану белгілері байқалады. Ауыр жағдайда адам өліміне әкелуі мүмкін. Гиннестің рекордтар кітабында бұл өрмекшіні әлемдегі ең улы өрмекшілердің бірі ретінде тіркеген. Бақытына қарай, қазіргі кезде оған қарсы арнайы антидот бар. Сондықтан уақытында медициналық көмек көрсетілсе, адамды аман алып қалуға болады. Осы қауіпті өрмекшілерді көрген кезде бірден қашып кеткен жөн. Себебі олар адам өміріне қауіп төндіреді. Тағы да басқа әлемдегі ең улы тіршілік иелері туралы білгің келсе, каналға жазылып, басқа да видеоларды көріп, лайк басуды ұмытпа. Қай өрмекші ең қорқынышты болып көрінді? Комментарийге жаза кет. Ең әдемі пікірді видеода көрсетемін.